Eskarayev. Мырзабек. Мырзабек. Особенно ана телевизордан қарап қалған түсер әдемі. Мейрам ғой. Медиктердің мейрам. Қазір сіздер айтқан ішінде мына. Мынау жаңа Асубай Бекбатыр бар ғой. Алибайдың немересі Алидің баласы. Bir күнде тұратын. Баяғы айтатын Асубай осындай деп. Бұның баласы. Әби деген немересі деп, баласы. Мына келіндеріміз. Келініміз сол үйде. Болат деген баланың келі. Сол батасын деп атқаным ғой сіздерде. Онымен екеуміз жақсы таныспыз. Сізге батасын берсін дейді. Балаға батасын берсін. Яхия берді. Бағдәулет. Бағдәулет. Яхия мен. Amin деп. Amin. Үйленемbe деп сол талаптарын сұрап отыр. Қыздарға сол жаңа сөйлейін деп. Үйленетін болсаң алдыңда елге көктемде 1000 жарым қойын қоздасын, байлық өзіңнен бастап туған туысқандарыңа қарай жүр. Bir qozdan kichkina so'yga bilib kelimiz to'mirg'ani moy bo'lsin, to'lg'atgani ol bo'lsin. Ha, sen de. Yok değil. Sen istedin. Tanımadım. Oza жақында араласып жатқанымызға қос келді дуа. Amin, amin, amin. Ажар енді қансайға сөйлесесіздер, қыса деді ғой енді. Әкесінің өзі айтар енді, атаның өзі айтса екен, содан шықтым. Айтса? Кім айтам ба? Қармақшыда оң шауыл деген. Оң шауыл болған екен olur mu? Совет үкіметінің алдында. Қолда тоқты. Оның үстіне құрлағы жүрмегенде. Жақсы. Содан ол Ташкент жақтан қыз алып келген ғой шелге. Қартайған кезінде. Содан мен қалдым. Атыңды айтсайшы, атыңды. Атыңызды әкенің атын айтыңыз. Атыңызды айт. Әкем аты Әбілхан. Әбілхан, енді бәріңді бұлай не болса Әбілхан yana. әкесінің атын айтшы. Өзім атты. Әбілханның әкесінің аты. Ақпанбет. Ақпанбет. Оның әкесінің атын білесің Оның бе? әкесінің атын білмейміз осы. Оны білмеймін. 30 болу керек деп тұрмыз. Қабалағандар біледі. Камеке, бір минут енді. Қоңыреке. О, Қоңыреке. Құлақ ауырлау деді. Ауыр болған үйінде бір қожа келді, әбден құлағын құртқан ғой.
Мен Нұртілеу, мен бір ағым айтып жатырмын, шамалы тыңда. Амансыз, амансыз. Мен де бармын, Қожагелдің қызы ана отыр. Сәлем берейін деп келіп еді, ана орда кетіп қалдың ғой қарамай. А? Мен ғой, мені Қожагел, бажамыз ғой, бажам. Ең үлкеніміз осы отырған мына Қоңырекең. 91-де қазір. 92-ке шығады. Зәкеңнен бір жас үлкен болу керек, бейгей бағамызда. Ол 28, бүгісі я 27, я 28. Бірге қызметтес болдық. Біздің үлкен ағамыз. Онан кейін мына отырған Молдабек. Кеше ғана құлыс кете, кеше мынау бізді Жуанбай ауылын Сырбойлық құлыс, жоғары құлыс дейміз ғой көмеке. Жоқ, қыз алыспайтынын айтып жатырмын ғой соны. Сол атамның баласы осы Қызылордада бірнеше жыл облыс соттың төрағасы болды. Осында әлде де сол облыс соттың мүшесі жұмыс жасайды. Кеше қуғын сүргінге байланысты анау кәдімгі таудан 15 мың тонна келетін, 15 тонна келетін үлкен таста келіп белгі қойып, мрамордан жазып, қуғын сүргінге ұшыраған 4 адамға бюст қойды. Облыстың бүкіл ардагерлері, облыстың бүкіл адамдары барып, соған тәу еттік. Анау Жалғасбай бар, басқалар бар, бәріміз. Оны бір аудан, бір мекеме қоятын дүние ол, соны бір адам бір өзі қойды ата-бабаларына. Білдіңіз ба? Сондықтан бүгінгі шараны естіп келіп отыр. Құранның ішінде болайық деп. Өзі 3 құлыс бар айналайын, менікі де естігенім. Мен енді сол кезде естігенімді айта берсең, саған ертерек айтып қойғым керек еді, сені кеше ғой менің де білгенім. Не қылайын, сені Сарғасқа деп жүрдім, басқа әңгіме айта алмадым. Бұны алдың күні білгеніңіз. Сондықтан өзі 3 құлыс, Асан құлыс деп бөлінеміз ғой, мына Асанның отыр мына жерде, мына. Сол Асан құлыстың құлыстары 3 құлыспыз, бізді Әлменбет дейді үлкені. Бірақ дуан деп атап кеткен, мүмкін ата-бабамыз дуанбасы болған болу керек. Мен солай топшылайым. Дуанбасы болып, бұлай бір жұрттың алдына түсіп жүрген шығар. Дұрыс әңгімесімен түседі адам, кейбіреуі адам ешкімнің алдына түсе алмайды. Үйіңде отқан әйеліңнің алдына түсіп көрші, ширамызсын біліп жүреді. Сондықтан Дуан атам баласына сол Әлменбетке Құран оқытамыз деп, менің осында Асан деген інім бар. Анау кімде Пазылхан деген інім бар. Бұл екеуі менің істемегенімді, мына жәкеңдердің кәмекеңнің істемегенін істеп жүрген балалар. Любойды кәдімгі ешкімді бөлмейді, жармайды, кетағайындар болса болды, біреудің қуанышы болады, біреудің реніші болады. Қазір осындай уақытта сүйекке кіруге адам табылмайсың. Соның бәрін реттеп жүретін осылар. Бәрін осы реттеп, барын топшылап жүретін осылар. Сол Құран оқытамыз деп, сол барлығымызды шақырып атқан сол. Ол топытып бәрін көктүктің астына желбіретіп атқан жоқ. Просто мынау әшейін бірін-бірі білсін. Мұның үлкен мақсаты, қазір біздің бір ата-бабаларымыздың ішінде кәмеке бірін-бір білмей үйленіп қалып атқандар бар. Осы Құлс ата баласының ішінің өзінде. Қыз алыспай атқандар бар. Ол Құдай ұзағынан болсын, ол жоқ деуге болмайды. Қазір мына заманында ертең білмейтін болса, ол болады. Соны қазірден бастап ескертіп, қазірден бастап көрсетіп, жеті ата дегеннің екенін айтып, біздің қазақ деген ұлып, ол ең мықты аттан десе, атқа шапқан ол. Сонымен қазақ болған адам біз. Аттан десе, атқа шапқан, ештеме сұрақ қоймаған. Сондықтан үлкен айтса, оны тыңдаған. Үлкенге қарап өскен. Сөйтіп, мен әлесімде баяғыда сізге Зайрағанның осы ұрысып атқаны мен баламын сонда, оқушым мектепте. Өзі енді сонда оны кім жуады, сен жумағанда деп сізді ұрысып атыр еді, қастарыңнан өтіп кетті. Міне соның айтқанын істеп өскен адам сізде. Қазір сен насып отсыз. Мына жәкеңді қаппараған қойып кеткен кезінде. Осы елге басшылық жасады. Міне соның арқасында осы басшылығымен жұмыс жасап отырмыз. Сондықтан осы мақсатта жиналып отыр бұл.
Енді кім бар жағы таныстырады? Мына Дуан атам баласынан отыр. Міне енді бірыңғай кілі мен мынау демес, сен енді кел. Мыналардың міне қуаныштарына кел. Әуелі қуаныштан баста. Ренжіп жатса естісең жүгіріп кел. Бірге қайғыр, бірге қуан. Міне сонда сен ағайын боласың. Өзі қанша туысы болсаң да, қанша не болсаң да, көршіңнен артық болмайды кейбіреу, көршің жүгіріп келеді. Таныстыршы дұрыста, мен сені әрі қарата айта алмайтын ғой білмегенсің. Ағайындар, Рамазан айының үлкен кеше. Бір ай өтті жақсы, қабыл болсын. Кеше айт күндері басталып жатыр, бәрі құтты болсын. Жазып жатқан үлкен шарада қабыл болсын. Мен өзім негізі жаңа жолда туғанбыз, ата-бабамыздың бәрі сояқта туған. Сол жерде Тұрғанбайдың Ахмет деген үлкен мускетер болған, әйметтер болады қой бұл жерде. Олар ақсақал болған, кезінде бай болған екендері. Тұрекең, Үптан әкеміз бәрі іздеп келіп бірге араласып тұрған екен. Оны кеше біз деректен таптым, жаздым да. Мен енді ұзақ жыл Жәрімбектің қолында өстім. Менің нағашым қармақшылары Райым деген шал. Жәрімбек қарақшы. Соның қолында өстім. Сосын мен Жәрімбектің деп кеттім да көбісіне. Бір жағынан ол кісі тірі болғасын, құлыспын деп айта алмадым. Сол бойыма сіңіп кетті, сол қызметке кеттім, қызметте жүріп, мен енді шамалы қызметте өзім көп жағдайда сақтықпен жұмыс істейміз енді. Өзі мен мына сот таласында ұзақ жыл жұмыс істедім. Осы қалада үлкен ауыр жұмыстарды қарадым, облыстағы бар. Бірнеше де өте ауыр жұмыстардың бәрі көбісі мен қарадым қалада. Қаланың сотты басқардым ұзақ жыл. Ол соттың орынбасары болып істедім. Осы қылмыстық істер бойынша аудандарды басқардым. Мен өзім құлыс кетемін, оны мен жақсы білемін. Өзім ата-бабамның басына барып, нағашымның басына барып өткізді де айттым, мен ренжіме әкелдім. Ұзақ жыл Сарыағашта болдым. Балаңмын дедім. Енді мен өзімнің, менің бір кемшілігім, мен сол кезде өзімнің ата тегімді дұрыс зерттеп үлгере алмадым да, мен өзім журналистер одағының мүшесімін. Бір заң ғылымының кандидатымын, сабақ беремін осында екі университетте. Заң саласында жұмыс істегесін мен көп көңіл қойғаным жоқ та, бірақ жайменде біліп те жүрдім, қазір зерттеп көп нәрсені тауып та жатырмын. Бірақ көненің көзін көрмегенім көптеген жақсы әңгімені ести алмай қалдым. Сондықтан мен бүгін жаңағы кенжеұлттен естідім, осында келіп жатқаным өзім мен бөтен емеспін ғой сіздерге. Сіздер маған бөтен емессіздер. Біріңіз менің анамдай болсаңыздар, біріңіз менің әкемдейсіздер. Мына жігашшектер інімдей, мен өзім 63-ке толдым. Кеше ғана осы 25 күн болды, аттестатқа шықтым. Біз сіздерде пенсия дейді ғой, бізде мынау ұлттықтан аттестат төлейді. Мен енді мынау Абдақұл Ғарбандар менің жақсы болсын. Сен жаңа адамда жақсы болсын. Сізден мүштеп ағаларымыз болып жүреді. Сондықтан ағалар, мен атым Молдабек, фамилиям Ахметов, әкем Меңлібай деген кісі. Енді ертеректе әкем Меңлібай жетім өскен, бір жасынан бастап жетім өсіп, нағашыларын қолына алып кеткен, сосын кейін Бердәулет, Баянстан деген құлыстар, дулаттар жаңа жолдағы, солар барып алып келген. Табының қолына бала бермей ақ қояқ, жоғымызды деп алып берейік деп. Өзім әкем жетім өскен. Әке де шеше де жоқ. Шеше бөлек байға жетім өскен ғой. Бірақ кейін мен шешем келін болып түскесін араласып тұрды олармен. Сол шешемнен басқа әкеде туған балдар бар бұл жала табында. Өңге табында. Өз тоқперлі табында болды ғой. Енді қазір мен енді осындай жасқа келгесін араласып, кеше жаңа жолда бар. Елден бұрында да араласып тұрам ғой. Білемін ғой, тегімді білемін. Себебі түбі тасқа қойып жазатын атым сол ғой, тегім де сол. Сонда бұны келіп сіздерін танысайын деп жатқан. Сіздерге Алла қуат берсін, Алла бейімсізін берсін, Алла жақсылығы берсін. Мен бір айтырым, Нұрсілеу ағам дұрыс айтып отыр. Ертеректе көздеріңіз көрді. Ей десе бір ақсақал, я бір ана датқа кімді тұратын еді бала. Қазір неге тұрсын деп сөйлейтін қазір тіпсіге келіп, елдігімізді ұмыта бастады. Былайша айтқанда, анау әлімсақтан
біздің бабаларымыз бен аналарымыз қалыптастырған әдемі әдет ғұрып салт мәдениеттен айырыла бастады. Бізге қазір осы рухани жаңғырудың жазып көрсетіп жатыр. Біздің анау ертеден қалыптасқан біздің қанымыздағы бар нәрсе ол. Біз оны жоғалтқан жоқпыз. Бірақ мына жаңа өмірге қайымданып шамалы есіміз алып кетіп жатыр. Өзіміздің мына тектілігімізде Нұрдың айтып тұрған дұрыс, бір-бірімізді алжастырып жатырмыз қазір. Біріміздің тегімізге қол салып жатырмыз. Болмайтын нәрсені істеп жатырмыз. Сондықтан мынау керек нәрсе, жаңа Нұрдың айтқандай дұрыс, тәртіпке керек, тәрбиеге керек. Былайша айтқанда біздің ұлттық дәстүрімізге керек, мәдениетімізге керек, әдет-ғұрпымызға керек. Ең болмағанда осы ақжаулықты аналармен тақниеттерді сыйлауға керек. Бұрылып сәлем беру үшін керек бізге. Жастарға. Шамалы былай ірілігімізді көрсетіп жүретіндей дәрежеге жету керек. Солай ма? Сондықтан жақсылық дейді. Мына келіп берекесі. Рахмет. Батасы келіп ана адамдар келіп жатыр. Адамдар келіп жатыр. Батасын енді бар. Яхиямен. Ал. Анау бастық анау кімге бата беру. Қоңыр кім бере ме, кім береді? Қоңырекемен тыңдап отырсын енді. Тыңдап отырса кімге беріңіздер. Жарылға Allah can etsin, kesike Allah mal etsin, deyimcekten ad etsin, Allah vergen esmelerin kınlarında günü öylesin, Muhammed Çıkan kelmesin. Elhamdülillah, elhamdülillah'sinde yetken, yenbek istegen isteğine bunu jasap atkan adam görmegen ağız başında dostunda öldürüz. Sonduktan, kim dedim atım? Moldavik. Moldavik. Basına akbal ornap bakıt koysa, kayıtsız katarına bulmamışsa. Allah'a jağan desin, azanın olsun, halkına jağan desin, kazanın olsun. Allah ne etmesen tileğini versin. Yerimde işte gelip atkan, Süleyman degen atan var, atılgan, ne diyeceğim, Kazakistan. Avmi kolda. Ya, Kureke, kasınızlar bala, kalmadan adam balası. Sırp oyunu. Мынау түргеліп тұрған адам отырсыншы, әшкейі бар. Отыр, әшкейі бар, отыр. Біз мұғалім адамбыз, біреу түргеліп тұрса, біреу жыбырлап отырса, әңгіме айта алмаймыз. Так, мынау келіп жатқан басқосуларың сәтті басқосу болсын. Бұл бір басқа ниетпен емес. Мынау Әлмәмбет деген атамыздан өзі бір 200-300-ге қарата шаңырақ тараған, қазіргі себеп бойынша сол осы мына балалар ана Қармақшыда біздің Қайыржан дегеніміз мұхамдар осы өздерінің ата-бабаларының жерленген жерлерінде қорымды тазартамыз деп, соны тазартып, сол қармақшылықтардың барлығының басын қосып бір үлкен жақсы іс жасады. Соны мына Асан менен Пазылханының осы жаққа келіп, осы Қызылордада тұратын барлық ағайындарды Әлмәмбет атаның ұрпақтарын жинап, осы бір құда жолы берейік, Әлмәмбет атамызға Құран оқытайық деп, сондай бір инициатива жасады. Міне соған келіп отырсыңыздар. Сондықтан мына келген қадамдарыңыз құтты болсын, баянымен болсын, әр уақытта амандықта болыңыздар. Бұл жерде бір бөліне салып, басқа нәрсе деген ой тумау керек. Мен бала кезімнен біраз нәрсені көріп өстім. Ұлы құдіретті әулеттер болды. Әнтай Жалғаспай дегеннің әулеті болды біздің Ленин совхозында жүргенде. Солардың береке бірлігін, солардың бұл ауызбіршілігін Берман Нұртай деген әулет болды сол жерде. Зайыр Қаппар дегендердің, Дәуіт Зауыт дегендердің әулеттері болғанын мен бала кезімде құлағыма құйып өстім. Себебі олардың балалары, олардың немере шөберелері, келін келіншектері бірін-бірін еш уақытта ала қалады емес. Еш уақытта бөлектеген емес. Міне сол сияқты онан кейін мен ауданда жұмысқа келгенде көп нәрселерді жалғастырып үйрендім. Мына Махамбетовтер деген әулеті болды. Мына менің қасымда Сержан отыр,
мінекей мына Қасекеңнің халықшылдығы, Қоңбаев Қаратайдың үлкен азаматтығы, біздің ағаларымыз, міне біз солардың барлығынан тәлім алдық, тәрбие алдық. Бір күні Қасекең бидасты үйіне барып, міне осы арада балалар ұрпақтары келіп отыр. Полының кесілгенін көріп, мәшінеменен соның үйіне ағаш жіберіп, соның полдатқанын көріп едім мен. Сонда бір басқа тасып баратқандықтан емес, бүкіл ел халық көздеп отқан халықтың отының басының ана полы тесік болмасын деп жасаған жұмысы. Міне осындай жақсы жұмыстар Басқынбай деген ағаларымыз болды. Сұлтан деген Бекмырза бидің тұқымы болды. Әбілахат Жанәділов деген ағаларымыз болды. Мен аудандық комсомол комитетінің бірінші хатшы болып салынып, бюро мүшесі болғанымда, біздің де бір бала бюро мүшесі болды деп екеулері, үшеулері қосылып, басын қосып, көзінен жасалғандарын көріп едім. Міне сондықтан да мына біздің бүкіл атамның баласы, кете атамның баласы, ауызбіршіліктерің мықты болса, істеген істерің берекелі болса, еткен жұмыстарыңның, уәждеріңнің, айтқан уәделерің берік болса, ел соңдарыңнан ереді. Сондықтан да мінекей әр уақытта осындай бағытта. Мына осы мен тек бір әулетке айтып атқаным жоқ, барлықтарың айтып атқаным. Кейінгі кезде компьютердің заманы, мына бір телефондардың заманы, Европаның стилі біздің қазақтың менталитетін құртып бітіріп бара жатыр. Көршіге адам келмейді, бір-біріне қатынамайды. Ағайынды адамдардың балалары бірінің атын біле бермейді. Қажет болса, тіпті бір жерде кездессе, бір-бірінің қолынан ұстап, түнгі клубтарға ертіп кете береді. Міне осындайдан құтылу үшін, мына жас келіндер келіп отыр, жас інілер келіп отыр. Соның барлығы мына ұрпақтардың бірін-бірін білдіріп өсу керек. Бір-біріне айтып өсу керек. Қазақ жеті атаны бекер айтқан жоқ. Қазақ жеті атадан артық аспай, қыз алма деп бекер айтқан емес. Қазақ әр уақытта басынан кешкенін айтқан. Сондықтан да мінекей осындай әдет құрып, жақсы салт, жақсы дәстүр, адамгершілік тұрғыдан, сондай бір жұмыс жасау үшін, елге бірлік болу үшін, мен бағанада айттым ғой, айт десе, аттан десе қазақ еш сұрақсыз атқа қойған жерді қорғай берген. Үлкендер айтса ығысып, көкірегінде қойып, қолын басын изеп, соны айтқанын жасаған. Онан ешкімде кем болмайды. Сондықтан да айналайын мінекей осында ауызбіршілік болсын деп, осында үлкен бірлік болсын деп, осында үлкен келешек, осы елге бір тәрбие болсын деп, осы мақсатта тағы жұмыс болып жатыр деп ойлаймыз. Бұны бір бөлініп алып, басқа қылып алып деген нәрседен аулақ болыңыздар. Ол ел құлағы елу деген, қазір бір мына үш әріп дегендер бар. Соның барлығын осы басқашаға балап жібереді. Ондай емес. Ешкімнің қаңғырған біреудің үгіттегеніне еш қайсың ермеңдер. Ешкімнің кәдімгі телевизордан сөйлегеніне ешкімнің ондай нәрселерінің керегі жоқ. Халық еш уақытта ағынға қарсы шыққан емес. Халық деген ағын, өзен, оған ешкім қарсы жүзбейді. Сондықтан бұяғында ескертіп кетейін мен. Міне осы екіншіден, мына бүгін осы біздің арамызда медицина қызметкерлерінде осы мына үлкен жанашырлары отыр. Мына біздің Өмірбегінен бастаған, Сәндібегінен бастаған, біздің дәрігерлер, тағы да басқа мен білмейтін келіндер, басқалар бастаған кісілер отыр. Сондықтан мына барлығыңа да сол мейрамдарың құтты болсын. Ауызбіршіліктерің мықты болсын. Қазір менің қасымда мына Сержан отыр, мынау Жалғасбай дегенім отыр, мынау Өмірбек дегенім отыр, Молдабек дегенім отыр. Қысқа пікірлерін мені қостайым десе, бір ауыз айтам десе, мен микрофон беремін. Сіздерден де айтам десеңдер, микрофон беремін. Шайларыңызды ішіңіздер, тамақтарыңызды алыңыздар. Басқа бізде ешқандай іштеме жоқ, тек осы. Тек бірлік, тірлік, бір ауыздылық, ауызбіршілік мықты болсын. Ал құрметті бүгінгі мінекей жақсы бір іс-шараға жиналушылар. Мен жаңа ғана осы үлкен кісілерге айтып шыққанмын. Өзім атым Молдаш дейді, көбісі фамилиям Ахметов. Молдабек. Осы Қармақшылықпын. Ұзақ жыл Қармақшыда тұрдым. Қармақшыда осында қалаға келіп, аудандарда қызмет жасадым, сот саласында істедім. Ал енді
шыннан да Нұрекең айтып отқан әңгіме өте дұрыс. Әлімсақтан біздің қазақ даласында, қазақ қоғамында қалыптасқан әдемі дәстүр бар, әдет, ғұрып бар, мәдениет бар. Әрине, ешкім тексіз емес. Бәріміздің де тектілігіміздің бірлігінің арқасында мінекей көгеріп көктеп, өсіп өніп, осы мінекей аман есен үлкеніміз бала шағасының алдында, кішіміз үлкендердің алдында мінекей өмір сүріп жатқан жағдай бар. Сондықтан әркез өзіміздің тегімізді, өзіміздің бабаларымызды, аталарымызды, аналарымызды, әжелерімізді еске алып, Құран бағыштау біздің барлық жасайтын шарамыз, тірлігіміз және еңбегіміз. Біз бұл дүниеде өткен үлкен кісілерге, аталарымызға, бабаларымызға тым да жасай алмаймыз. Оның бетін басын тазартқан бұл еңбек емес. Немесе оның басын қайтадан жөндеп құлпытас қойған еңбек емес ол. Еңбек парыз, бұл әркез Құран бағыштап, неге осылай әруағына тәу ету. Біз тектілігімізді, өзіміздің сондай ұрпақтың балалары екенімізді ұмытпас үшін әркез екеумізді шара жасап жатқан дұрыс. Оны мына үлкен кісілер қоштайды деп ойлаймын. Себебі Құранда айтады, пендем өлім барын ұмытпа деп. Шыннан да біздің бәрімізге баратын, бұл жарық үйден баратын жеріміз сол үлкен өмір. Алланың өзі қолымен берген, өзі алатын. Сондықтан бүгінгі мынау ата-бабамызға оқытып жатқан дұға, жасап жатқан іс-шара, осы сіздердің бәріңіздің ерліктеріңіз, үлкен азаматшылықтарыңыз, сіздердің осындай мінеге Нұрекең айтқандай мінеге ауызбіршілікке қайымданып, бір жақсы осындай бірліктің, былайынша айтқанда тектіліктің, ағайындершіліктің, жақын туыстық шарасының жемісі. Сондықтан мына үлкендерімізге Алла отырған қуат берсін, әр уақытта ортамызда осындай қара болмаған жағдайда үнсіз болса да бетін сипап, бізге маңдайымыздан бір алақан тигізетіндей үлкен тұлға болып жүрмеңіздер тілектеспіз, үлкен ақсақалдарға, мына әжелерімізге. Мына ағаларға осындай міне бастау айтып, сіздерге мінекей қолдау жасап, басшы болып, былайша айтқанда таза елдік жолды көрсетіп отырған ірілігіне үлкен рахмет. Барлығыңызға береке тілеймін, қабыл болсын оқыған дұға. Бәріміз де осындай шыннан да әркез бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, осындай жақсы шараға ұйытқылап жүрейік. Жақсы? Құрметті ағайындар, менің атым Нұрал Қасыбай, жаңағы жақта біршама таныстырып кеткенмін. Мен де бөтен емеспін. Мына өзі Ақтөбелінде ағайымыз ғой. Соның енді менің бір шешем Құлыстың Дуғанның қызы. Сондықтан мен енді сіздермен бауыр туысқанмын деп есептеймін. Осы біразыңызды білем. Нұрекең айтады, мен енді көп біледі екенсің ғой деп. Мен енді біз өзі осы маңайда өзі бір жағы құдалығым да бар. Мысалға мына жігіт тұрған жігіт менің туған құдам. Бұл кісінің Шаймахан, Аймахан деген өзі Шаймаханның баласы ғой. Аймаханның баласы. Мына Ақбалай деген апасы болған сол кісілердің. Сол Ақбалай апалары менің немере жеңгем болған. Ол кісі Дүрман деген ағама тұрмысқа шыққан, сол болған шыққанында бұл 80 жыл болған қазір. Бұл ар жағында қалай араласып жатқан қанымыз бар ғой. Ал енді ағайындар, жақсының жақсылығына иман тапсын деген сөз бар қазақта. Ел ағасы болмайды, киім жағасы болмайды деген сөз бар. Мінекей орталарыңызда үлкен ақсақалдар ағаларымыз отыр. Осы кісілерді мінекей ана әліман ар жағынан келе жатқан тәлім тәрбиесінің арқасында мінекей ортамызда дәл осы кездегі осы мінекей басшы елге арасында осы басшылық жасап жүрген, ағалық жасап жүрген мінекей Нұрекең ағамыз мінекей ортамызда бағана біраз сөздерді айтты ғой енді. Енді ауызбіршіліктен бәрі басталады. Қай нәрседе? Оттың басында ауызбіршілік, елдің, халықтың да ауызбіршілік содан басталады. Ағайын туысқандық. Мына жаңа ғылыми дәлелдеп те өтті. Мына Молдабегініміз. Осы туысқандықты біліп, жаңағы сөздің астарын байқай шығарса Нұрекеңнің.
анау бір-бірін құшақтап әрмен қарай анау парк жағалап кетіп жатқан бар деп. Значит, сол келешекте балдар бір-бірін біліп, туысқандықты, ағайын-кесіліктің арасына жік түспесін деген мәселе айтып жатыр. Ал осыдан кейін бәрі бір-бірін біліп түседі деп ойлаймын. Ал енді мына жасалып жатқан іс-шара Алланың жаңа жақсы тілектері осында ораза айтылып жатыр ғой. Алланың құлағына шалынсын періштелердің. Қабыл болсын барлық жақсы тілектер. Осы ауызбіршілік әрмен қарай жалғастыра берсін. Бәрі құтты болсын. Ішкен жеген дән сауаптары, оқылған Құран сауаптары әруақтарға тие берсін. Қабыл болсын. Бәріңізге тек аманшылықта тойда кездесу нәсіп етсін Алла. Рахмет. Құрметті ағайын, көргенде бар, көріспегеніміз бар бәріңізге де. Құрметті ағайын, ассаламалейкум, рахматулла, баракатулла. Мұна мен Тұрмағанбет ауылының келіп отырмыз. Қарабазар ұруынан, Жақсылық Қарабазар, фамилиям Алдашбаев, Асан Мақсымның баласымын. Мінекі осындай бірлікпенен, татулықпенен ас береміз, Құран оқытамыз, ағайын деп соны шақырғаннан кейін туысымызды, бауырымызды, жақынымызды білейік деп осымен құрметті ағайын сіздерге орталарыңызға келіп, мінекей Рамазан айының 29 күні өтті, 3 күн айт. Мінекей 3 күн айтта Араб елінде осыны той дейді екен. Мінекей тойларыңыз той қыласын деп айтайын. Мұна беріп атқан садақаларыңызды Алла қабыл етсін. Мұна айтып атқан Нұртілеудің тілегі дұрыс. Бірімізді ағайын туыстарымызды танысқанымыз, біліскеніміз, жақынның алыстың кім екенін білу. Бұрыннан ауын анамыздан келе жатқан ауын атамыз 900 жыл жасаған сонда 900 жылда 7-ші атасында барып ауыстырған екен. Хан 7 атасынан кейін барып ауыссын деп сөзде хан ауыса қойса адамы пендесі жақсы ақылды, тұлғалы, ағайын туысты білет деп сөксі айтқан екен. Сонан бері біздің 7 атамыздан кейін барып алысудың әдеті шыққан. Ол алысқанда 7 атадан кейін ақ түйе сояды екен. Сосын барып мына халықты жинап, ағайын мінекей біздің 7 атаға келдік, қыз алысуға болады деп үлкен кісілердің батасын алады екен. Мұна халық аузында бар, жаңбырменен жер көгереді, батаменен ер көгереді деп. Сол халық үлкен кісілердің батасын алып, сосын барып қыз алысады екен. Мінекей мынау істеп атқан жобаларымыз дұрыс деп ойлаймын. Осынан кейін тағы да жалғаса берсін. Әрқашанда Алла мұна татулық берсін. Бұл татулықтың белгісі. Көшеде кетіп баратқанда кімді кім екенін білмейді. Енді мінекей осы арада 200 адам бар. Бірін-бірімізге бауыр боламыз. Бірін-бірімізге туыс боламыз көргенде. Ағайын. Біріміздің білмегенімізді біріміз біліп, біріміздің тойымызда, біріміздің құда жөнімізде бірін-бірімізбенен шақырып, бір жақындықтарымызды білдіруге бұл бір өте жақсы жол деп ойлаймын. Осы жолдарыңыз, осы істегендеріңіз, осы мінекей бірліктеріңізді Құдай ауыз бірліктеріңді арттыра берсін. Мінекей әрқайсының отбасыларында той болса, мереке болса, сонда бізді қалдырмаңдар. Бізде келіп тұрамыз.
елimiz алыс екен деп, ауылымыз алыс екен деп қалмаймыз. Құлағымыз естсе, сіздерді бауыр екен, туыс екен деп кетіп тұрамыз біз. Мен осы Тұлмағанбет ауылында Алдашбай ақынның немересімін. Менің осы Қызылорда облысында да мына Белгөлде де үйім бар, базарым бар. Осында 10 күн ұяқты болсам, 10 күн бияқта боламын. Сонда келгенімде, сіздердің көргенде үйлеріне барып, сәлем беріп, амандасып, бір-бірімізге қуанышты тойлары кездесуге нәсіп етсін Алла. Өте қуаныштымын мұндай бір басқосылар танысы. Ай, тыңдаңдар. Осының бір ерекшелігі мұнда, мына осы біздің ағайындарымыз енді мынау соңғы статистика дегенде Қазақстан бойынша Кете руынан 60 мыңға адам бар екен деп нелер есептейді. Енді ол есебі ондай емес шығар, көптен бұл бірақ осы шамасында. Оның көпшілігі осы мына Қызылорда облысында, оның ішінде мына Қармақшы ауданында сөзінде қалыптасқан ел қалды. Енді осының бір қуанып тұрған, осыған бір көңілім келіп тұрғаны, осы ел ағайындардың бұнда да бірлігі бар ғой ел ғой. Енді осы бұнан да алдағы уақытта осы бірлігіміз, ауызбіршілігіміз, бір-біріміз сыйластығымыз, ілтипатымыз осыдан кейін онан сайын өседі деп солай неғылар. Мына ең біріншіден біздің алдымызда жүріп, әкелеріміз алдарымызда жүріп, біздерге өзінің ой, бағытын әрқашанда бізге солай не болса деп неғыламыз. Төрдің сәні болып отырыңдар, жекесіздер ағайындар. Ол шынына келгенде да бір кездесе бергенбіз ғой, бірақ әншейді кездесеміз. Мына кәдімгі жас балдар біледі, сіздерді біздер білеміз. Мына төрдің сәнін отырсыңдар, жекесімен соған бағынады. Отбасыларың береке бақыт болсын. Мына енді Нұреке, мен өзімде бір замандарда орысшалар тәрбиелеген балам ғой мен деген. Бірақ кейін қалдашып деген, ұлы деген екенді біліп, сол өзім сол осы Кете екенімді үлкен мақтанышпен айтатын болды. Себебі біздің тарихымыз, біздің жаңағы жүрген ордамыз, бізден шыққан ел азаматтар көп мақтанатындай елміз. Мен соның өзі бір замандарда осыдан бір 20 жыл бұрын, 20 жылға жақын өзі Кетенің шежіресін жасадым. Осы кезге дейін сол шежіре үйде тұр. Мен ойлаймын, әрбір осы отырған ағайындар Кетелердің үйлерінде өзінің жаңағы ұрудың бүкіл Кетенің шежіресі тұру керек. Оның қасында өздеріңіздің аталықтардың шежіресі болу керек. Сондықтан мынау бірінші осы өтінішім, осы кішкентай туған балаға дейін осы сіздердің шежірелерің болуға тиіс. Үйлерінде тұру керек. Мен өзім үйде сол балдарыма бәріне соны бердім. Осындай негізде тараттым. Екінші мәселе, Жәке, мен бір өзімде жасап жүрген нәрсем, мынау енді ортақ нәрсе ғой айта берейін, өзіңіз бұрады. Мынау қыз алысу мәселесі, аталықтың жағы сіздер айтып кетіп отырсыз ғой, мына кісілердің айтып отыр жаңағыдай. Біздің туғандар сырболтан алыспайды, бірінші дегенде мінет деп отыр. Осындайдың әрқайсысы біліп отыру керек. Бұл үлкен мәселе. Біздің қазақты біріктіретін, қазақтың ауызбіршілігін неғылатын, арасында сөктірмейтін ол ата-бабадан келді. Ол жаңағы неден өтіп кетпеу. Қыз бері қыз алушыдан. Осы мәселені ертең бір өзінен отырып, ақылдарса, ортаға салып, осыны бір неғылымыз керек. Бір үшінші мәселе мен бір айтып жүргенімде, ол мына сүйекке кіру тәртібінде бір ақылдасуымыз керек. Себебі әр жерде әртүрлі ойлатып, ауылға барсам, ауыл басқаша сүйекке кіреді. Қармақшыға барсаң, басқаша сүйекке кіреді. Біздің қыздарса басқа сүйекке кіреді. Осында бір ретке келтіру керек. Неше осы. Біз қазақ дегенде асан қос дейміз ғой бәрімізді. Соның осы сүйекпен тәртібі ретмен біз осыны бір ретке келтіруіміз керек. Әрдайым да осы сүйекке кіру мәселесі үлкен болып жатады. Біреу кірем дейді, біреу кірмеймін дейді. Оның ата-бабадан қалғанның өзінің бір жолы, соны бір заманға бейімде жасасақ деген бір өмірден барады. Менің өзімде не жасап қойған бір жобалар бар, осылардың бәрі. Бірінде Нұрекеңді айтып берем, осы бір кейін бір басымыз қосылғанда,
осыны бір мәселені шешіп алсақ, осылармен келісіп, сөйтіп осыны бір сақтап тұрсақ деп өзім өзім келіскен бойынша. Қазір шариаттың өзінде де, діннің өзінде үлкен өзгеріс жасап отыр ғой. Соны айтып отыр, былай болу керек, былай болу керек. Бізде бейімделейік заманымызға. Сұрап болмау керек. Сұрап болмау әртүрлісі. Сондықтан мынау бүгінгі идеясы үлкен. Сондықтан осы идея Нұрекең өткен кеше осыны сөйлесіп отыр, осыдан кейінгі осы бүкіл ағайындардың бас қосатындай мәселесін ойластыруымыз керек. Ол ендігі жылы бола ма, я осы күзде бола ма, осы бүкіл осы ағайындардың бәрісін осы Қызылорда облысындағы сырттан келгендердің енді басын қосып, осы бүгінде бір кең дастарханның үстінде бәріміз кездесіп, осы мәселені Нұреке, осыны бір ойластырайық бәрімізде. Сонда ғана біз осы кімнің кім екенін, оның ішінде ол біреуді сайлап алу, оны басшы алу емес мәселе. Мәселе осы бір-бірімізді мынаны отырғанда бірімізді танысып, білісіп отырамыз. Біз енді қазір жасымыз келді, осы қай болса да ағайындар емес болса, қанша мың-сан жыл болып жатса да, соған барып, ортада көріп кеткенімізді солай өзімізді тәуір көреміз. Соны бір алға ең басты жұмыс. Осының жұмысының нәтижесі болсын дейін де менің ар жағында. Бірлікке бару керек, албыршылыққа бару керек, достықтық арасында келіннің, жеңгелеріміздің өздерінің орнымен біздердің қазақтан келіп жатқан салтын бәрін сақтап, біздің осы үлкен ел екеніміздің, біздің мәртебеміздің биік екенін, елдің ортасына абыройымыз бар екендігін, сол ортадан үлкен жақсы азаматтар шығып жатқанын біз елге дәлелдеуіміз керек. Мынау айт қабыл болсын, отарыңызға береке болсын, бақыт болсын. Мінекей мен өзім ойлаймын, осыдан кейін біздің бірлігіміз ауызбіршілік онан сайын күшейіп, біз өзімізді осы өскелең өмірдің ішінде өзімізді тиісті, жақсы орнымызды табамызға дейін. Бақытты болыңыз, аман есен болыңыздар. Рахмет, енді барлығы түсінікті болып жатыр ғой. Сіз айтасыз ба? Ол мінекей дұрыс. Мына микрофон беріңіз ана кісіге, мына бір үлкен атаның үлкен баласы ғой ол. Тұңғылы күні ғой. Барлығы Алла Тағала нұр жауып, барлық осы отырған жамағаттар бәріне бақытты, дәулетті перзенттерін көбейіп, Алла Тағала шағырақтарын көбейіп көсе берсін. Бірінші. Екінші, мен таныстырайын деп отқаным, біз мына Байсарыдан тараймыз ғой. Нұрымбет Сары, Құлыс. Ал енді осы менің әкем, атам Оразмағамбет баласы Қадырқұл деген болған. Қадырқұл мынау Леннің ар жағында Қарарық, мынау неменен жаңағы сол жерде мешіті болған, 18 бөлме мешіті. Оны барып көріп, мынау кешегі Дәулетбайдың баласы Запа ағамыз таныстырып, соны барып бір-екі рет барып басына барып, ауылға барып, жаңағы Майлыөзекке соған барып екі рет, үш рет шалдардың барлығы бар ол кезде, соған екі рет бәтесін алғанбыз. Ауғаннан ағамыз келді. Сәлменбет деген бармыз. Иә. Осы кісінің енді мен сол Махамбет Қадырқұлдан 5 бара тарайды. Біріншісі Ахмет, екіншісі Махамбет, сосын Рахмет дейтін. Нұрыштан бала жоқ, Әзизден армияға кеткен, ona жоқ болған. Сол Махамбеттен бел балам мен. Қазір 86-ға келіп отырмын. Ал енді осы жерге бұрын Қармақшыда болдық. Қармақшыда әкем Махамбет Қармақшы әулиесінің нақ есігінің алдында сол жерде қонақ үйінің жанына қойылды. Шешеміз, анамыз мына Садақының үлкен қызы. Білетін шығарсыздар, Алаша Садақын. Осы кісілер мына Қармақшыда отырғанда Әбжан, мына кімнің Сержанның әкесі, Құлбұлай көшенің аяғында біз Сарызөк көшесі, қазір Тұрмағамбет көшесі болып салады. Сонда тамсалып сол жерде 5-10 жыл отырдым. Мынау неде МТС-та, РТС-та мұғалім болдық, автобуста механик болдық. Басаба деген ағаларымыз, үлкен кісілер бар еді, ол кезде жаспыз. Мен мынау Құлыс Баймырза деген
атамыздың жаңағы Алдан деген қызы болған, Зілиха деген қызы болған, Күлипа деген қызы болған, Сәруар деген қайнаған болған. Осы жаңағы жолдасым Алдан. Ол кісі осы 10 жыл болды қазір қайтыс болып кеткеніне. Ал енді шүкір балаларымыз бар. Мына Төлеби көшесі 105-ші үйде тұрам. Қазір жер 64 жыл болады тұрғаныма Жаңабадырдың басын. Ал осы балалардың бәрінің көбісін таниды. Бірақ енді үлкейгесін адам өзі мына ағайынды, жекжатты, қартайғасын іздейді. Туысты. Сондықтан енді осы ақсақалдардың мына болып отқан, жасап отқан балалардың тіршілігі Алла тағала қабыл етсін. Ал енді қысқаша айтып атқаным ғой. Мінекей осы отырғандар осындай жалғасып, мінекей Нұреген бар, Сержан бар. Осылардың басшылығын, балалардың Асанның басшылығы менен осылардың бәрі осындай істеп жатыр. Алла тағала қабыл етіп, мына намысты нұр жауып, Алла тағала осындай барлығымызды осындай bir болып ауызым шүріп бола берсін деп бата берем. Аллаху акбар. Танысыңыздар, ол мына столдың басында отқан 200 адам атын атып шыған дегенше 3 сағат уақыт кетеді. Сондықтан енді бұл арада таныстыратын жақ Әлменбет атаның ұрпақтары келіп отырған. Оның барлығы біліп отыр. Сондықтан әр үстелден бір адам айтам десе айтсын, солай ма? Сен сөйтіп үстелден бер, кім екен айтсын. Көрмегенім бар, көрмегенім бар. Мынау енді осы жиналып атқанда жаңа ағаларымыз, аталарымыз айтып жатыр. Осы Әлменбет рухына Құран бағыштайық деп, ағайынның ауызбіршілігі болсын деп бәріміз осы бастап жатырмыз. Мынау мен біріншіден осы ағайындарға, келіндерге, балаларына бәріне рахмет айтқым келеді. Бәрі ауызбіршілікті атсалысып жатыр. Бұны жармай-ақ қояйық. Енді мен енді қалай айтасың, мынау енді біз үлкеннен бастаймыз ба? Мен кеше қойдым. Кеше не бастайсың? Сордада тұратын Бодық ағаның десің айтсың ба? Болат ағамыз. Қаншада ол адамдар айтсың сен? Тұрып айт. Мен өзімді таныстырып кетейін. Біз кетеміз, қыз кете туғанымыз. Тыжан деген үлкен соның қалдарымыз. Өзіміз біз 9 ағайынды, енді қалғаны біраз кетті. Мен соның баласымын. Ал мынау шақырылып, бас қосып атқан иелеріме көп рахмет айтамын. Айттарың құтты болсын. Мынау жайылған дарсаның күнге жастыққа жайылсын. Өмір жамандық көрмеңдер. Тойдан тойға жете берейік. Мына айықта зауыт әкемнің. Құрметті ағайындар, туыстар, бауырлар, біз енді әйтеуір бүгіннен бастама жатыр екен. Көп рахмет, ата-бабасына рахмет, жігіттердің. Менің атым Нұралбек, Зауыт деген кісінің баласымын. Зауыт Дәуіт деген екі ағайынды. Дәуіттің балдары анау отыр, Жаңғырбай, Камал деген. Мен Зауыттың баласым, атым Нұралбек. Ұруым туған, Құттанбетке күйеумін. Не айтамын, аман болайық, ауызбіршілікті болайық. Базеке, рахмет сіздерге. Үлкен ақсақалдарымызға рахмет айтам. Үлкендеріміз алдымызда жүре берсін. Осындай туысқандығымыз артып, тойдан тойға жинала берейік. Тамақ жеп отырмыз. Байметтер әулеті бұл. Байметтер. Баймет Дулат деген кісінің үлкен ұлы болды. Енді бұняқта тағы таныстырады. Пазеке, Асқарды айтып жіберейін. Осында мен, Асқар, тұрып жүрші. Шаңырақтағы үлкен. Жаңада Ербешаевтардың әулеттері орныңызда тұрыңыздар осы жердегі. Асқар тұр. Құреке. Құреке, өздеріңіз әулеттеріңіз тұрсын орнынан, Ербешаевтар. Соған жақын ағайындар, бауырлар тұрыңыздар орындар. Кешеке қолдарыңыз көтеріңіздер. Бас-басынан деғылар. Ал енді Шындәулет, Әлібай, орындарыңыз тұрыңыздар. Тұрыңдарсың не болсыңдар? Әкелен ұтып қалдыңдар ма?
Ал енді Әлібаев Асан, орныңыздан тұрып қолдарын көтеріңдер. Асан мында тұр. Ниязбай әкенің әулеттері Оспан. Мына Әбіл әкім әкеміздің баласы Оспан. Бақтияр тұр орнынан. Мына сары кемпірімізді асырап атқан, бағып атқан Бақтияр деген менің Шаймаханның баласы. Төлеген. Мына Нұрқаш деген әкеміздің баласы Болат. Ассалаумағалейкум жамағат. Айтқаныңыз сау болсын. Мына енді осы ұйымдастырып жатқан ағаларымызға, ақсақалдарымызға рахмет айтамын. Әсіресе осы тірліктің басында жүгіп жүрген, басқа тірліктен аралап істеп жүрген Пазекен ағамызға, Асан інімізге үлкен рахмет. Мен өзі қалай айтсам, әкем Нұрқаш, Әжібек, Оңалбай, Райкидеу. Оңалбаевтармыз ғой біз. Оңалбаев, Нұрқаш, Оңалбаев, Раушанбек. Жеңісхан інісімін. Сол кісілердің неғымыз. Бізде екі ағайынды, Мұратын, үш ағайынды. Мұрат, Оралда жүр. Рахмет. Құтты бақ. Мына жақта Сүлеймен, Мүслим деген аталарымызға балдар қолдарыңыз көтеріңіздер. Төлебаевтар. Осында енді Қармақшыдан келген кісілер, дуандар, іштеріңізден көздеріңіз бір екеуіңіз айтып жүріңіздер, мен біреуіңіз танимын, біреуің танымаймын. Біз қарап кім? Қызматхан аға, мына өзектардың әулетті берем енді. Мына жақта Әбжан әкеміздің баласы Абай, Әбжантар, қолдарын көтеріңіздер. Ал Дүкенбай аға әулеттеріңізбен таныстырыңыздар. Амангелді Бақытжан деген бар. Енді осыған себепші болып атқан, осы отырысқа осыған себепші болып атқан Әбіл әкімінің Бибажар деген апамыздың баласы Дәулет жеңі осы бәріне себепші болып қолынан түре ғой. Өзі өте кішкентай. Осыған рахметімізді айтамыз әулетіміздің атынан. Ал енді Қармақшыдан келген кімдердің жаңағы басшы болып келген қайсысы? Міне. Ауыл болсын, біз мынау Көкшетау ішінде туғанымыз. Негізі жаңа сөйлеп жатыр ғой. Үш ағайындымыз. Мен Жанай, Бұлақбай. Жанайдан мен, Бұлақбайдан Мұрат дейтін ағамыз бар. Менен мынау Шынтас, Шынберген, үшеуміз. Қайда міне? Тұра. Айтмағамын дейтін ағам бар. Міне. Батыр. Айтжанттардан мынау Тұр Қайыржан. Бекен, Қайыржан, сосын тағы. Алдабергеннің балаларына келіп отыр. Орынбасар дейтін Баймахан баласы. Мынау Теңелбай көкенің баласы мынау. Сосын тағы. Мұхан дейтін анамыз анау. Шүйтен. Сосын Баймахан ағамыздың баласы. Орынбасар ағамның баласы Бекен. Осы енді ол. Әбей Қаржабай. Қалып қойды ғой. Көшекең бар ағамыз бар мына жерде. Қаржабай ағамыз бар мына жерде. Қуантай ағамыз бар мына үлкен. Көшкінбай тұр. Ішіміздегі үлкен осы кісілер отырған. Ода Қармақтың ақсақалы болып қалған мен. Енді мына жақта тағы мен бірге таныстырып жіберейін. Мына жақта Амангелді Қоңыш әкеміздің баласы. Қолдан көтеріңдер. Сосын Иманзада кенже қолымыз көтеріп, танса білетін бар, білмейтін бар. Тағы кімдер бар қой? Мырзалар бар дейді. Аты кім? Сәрсенбай әкеміздің баласы мырзалар дейді ғой. Мен енді өздеріңіз айтшы. Қысқа жиналған қауым. Мынау туған ағайындар үлкен Әйімбет бабамызға ас беріп құран оқып жатсыздар. Рахмет. Құдай жолыңыз қабыл болсын. Біз енді танысып кететін болсақ, үш қызымыз ғой. Әйімбет, Сәрменбет, Айтпенбет. Соның Сәрменбетіненбіз. Мен өзім алтыншы Сәрсенбайдың баласымын. Сол Сәрменбеттің Мұртызасынан тарайтын Андақыл, Долбай, Қарба, Остыбай, Күлкі, Қойбақ, Бақаш. Долбай.
сол добайдың Бағаш деген баласынанбыз. Ағайындар мынау таныстырып беріп жатсыңдар. Рахмет, ұзағынан болсын. Бүгін Құрбан ораза айттың 3-ші күні мінекей осы бабамызға беріп жатқан Құдай жолымызды қабыл болып, осы айттай берекелі болсын. Отбасыларыңыз аман болсын, ағайындар аман болсын. Мынаяқта енді осы жерде Піржановтар әулеті отыр. Келіндері, қыздары қолда ордадан тұрып сәлем беріңдер келіндері. Сосын бірмен Кушинейдің әулеттері ордадан тұрында Нұрбол. Қазір 1 минут. Қазір. Сосын жаңа мынаяқта анау Келемес менің інім. Ана Келеместің баласы Данияр, менің ұлым Мақсат. Менің есімім Ермек. Әкем атаман келді, атамызға жары. Әкесін Ақбайдың танымыз. Өзім 4 ағайындымыз. Серт дегенім бар. Бақытта жүр қазір. Бас қосуымыз құтты болсын, осылай ауызбірші болсаңыздан аяғмасын. Айтқанмен есін жетіп Енді жаңа кім? Қайқайт жаңа кім? Нұрбол. Жаңа не Қалтай? Қалтайдың інісі ғалым орнынан тұр. Бейман. Мынаяқта Ерлан, сен әкеңнің Бекен бе аты? Бекен болып тұрсаң орнынан бұл шеймай. Тұрдыңдарса. Ағымдер қалып қойды, ренжімеңдер. Кім? Өзіңе тиісетінен қалып қойды. Жайшылық аған баласы орнынан тұр. Қабыл болсын. Исаевтар тұқымынан, Исаевтың жайшылықтың баласымыз. Осы яқтағы жігіттеріме ауылда, жетағайындымыз біз. Астарын қабыл. Абдығали аға орныңыздан тұрыңыз. Абдығали аға орныңыздан тұрыңыз. Абдығали деймін, Абдырахман емес. Абдырахман отырыңыз. Абдығали аға осында біз өзінің 10 шақты ағайын бар, ол да көп сөйлемейді, тоқыз іспен істейтін кісі. Нұрбол. Қапсан ағаның осы жаңа баласы мынаяқта тірлікте жүр. Алмат. Аян орнынан тұр. Мынау Алдабергеннің баласы Аян. Осы звондап жағдайымызды сұрап, не істеп жатсың деп, жас болса да бас болатын болашағынан зорып түргізден аман болсын дейміз. Ағым бар. Түлейтайдың балдар орныңыздан тұрыңыздар. Ағымдер бар. Болат. Орныңды. Аймақханның баласы Болат орныңды қолын көтеріп жібер. Қайрат орнынан тұрып жүр, Мырза Қайрат, танисың да біреу? Танимыз. Кім? Ана Әмләкімнің немересі Мұраттың баласы. Ата Адикош дейді, бірдеңе дейді, мен орысша кличкасы бар. Бинажар апа орныңыздан тұрыңыз, Әмләкімнің үлкен қызы. Енді мынаяқта Бақтайға берші, Бақтайға. Қазір, мынаяқта Орынбектің үйіндегі келініміз Жұмакүл орныңыздан тұрды. Әбдімәннің келіні Мейранкүл Айтбай орныңнан тұр. Келіп атқан, мынаяқта келіп атқан, кім қалды? Бақтайға бердейін, Бақтай, қазір. Арғы бетінде. Нұрбол, сосын өзің айтасың. Бақытбек осы өтеп деген кісінің баласымын. Бәріңіздеріңіздің мына мұсылман мерекесі айттарыңыз қабыл болсын. Апаларымыз, жеңгелеріміз, қарындастарымыз бар, ағаларымыз бар, інілеріміз бар, бәріңіздің. Бабамызға беріліп жатқан мына Құда жолымыз қабыл болсын. Осындай әрқашанда осындай іс-шарада, тойда бәріміз кездесіп бір-бірімізбен қауышып кездесіп жүрейік. Бір-бірімізге таныс болайық осы әйтеуір. Айттарыңыз бәріңіздің құтты болсын. Рахмет. Енді өзің айтшы енді. Мынау қадірменді ағайын енді Тазекеңе микрофон алыпты бірінші министр. Мына Тұрмағанбет екеумізге бір кісілер, төрдегі алқа билер, ақсақалды ағалар
сауал қойған екен, мына күнәнің ауыр неде деп. Сонда бірінші 30 күн ораза тұтып аш болып жанын қинамаған, екінші 5 уақыт намаз оқып жай намазы жинамаған, мына күнәнің ауыры өзінің ата анасын сыйламаған деген екен. Міне бүгінгі осы жастарымызды, ұрпақтарымыздың басын қосып жатқан ақсақалды ағалар, Ақжаулықты аналар, сіздерге мыңда бір рахмет. Әрине білмей жатырық. Көп жерде айтады, осы сен көшелердің баласы екенсің ғой, деп көбі танымай жатырады. Өйткені ол иығымды тіреп тұрған нем, иығым кеудемде жоқ, ақ белдігім тағы бар. Сондықтан да мына ағайындар, мынау туысқаншылығымыз ылайымда ауызбіршілігіміз мол болсын дегім келеді. Мынау жүйріктің де жүйрігі бар, қазанаты, мына жігіттің де жігіті бар, азамат деген. Мен де осы жаққа Қызылордаға келгелі көп ағайын танымайтын ем. Міне біреу аунап түсіп жатқан шығар, маған осы ағайын туысты таныстыруға үлкен азамат қазір жоқ болғанмен орынбай ағама айтпай ағам. Әр уақытта аунап жатқан шығар, мыңда бір рахмет дегім келеді. Не дейміз, ағайынгершілік бәрі шағымыздық мына қабыл болсын, оқып жатқан дұғаларымыз қабыл етсін Рамазан айында болып жатқан. Алайымда ауызбіршілігіміз, мына жастарымыз бір-бірін танып жүрсін деп отырғаным ғой. Өзімді айтып. Күректің бала зәрттің басы. Қай-қайдып жүріп жерін. Ағайын мынау таныс біліс болып жатқанымызға бәріне рахмет. Мына басымызды қосып жатқан мына базекеңдерге, асекеңдерге рахмет. Арқашында, дастархан арқашында қуанышқа жайла берсін. Дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар. Рахмет. Құрметті ағайын, ассалаумағалейкум. Бүгін ораза айт қабыл болсын. Мына бас қосқан үлкен жиын. Мына қаншама жақсы тілектер айтылып жатыр үлкен ақсақалдардан бастап. Бәрі қабыл болсын. Ағайындығымыз арта берсін. Мына мен күйеу деп жатыр, күйеумін осы руға, осы елге. Үлкен, өсі көрінген үлкен ел. Әрқашанда ақсақалдарды сыйлап, кішілерімен әзілме жарасқан Қожагелді руынамын. Сондықтан мына ағайын ас қабыл болсын, аманшылық болсын, осы ауызбіршілігіміз арта берсін, деніміз сау бол, осындай жақсылықта басымыз қосылсын. Алла жақсылықта басымызды біріктірсін. Амин. Ağlayın, o kalıklar. O kalıkların Allah'ın bırakı bir ruhun sonu. Allah'ın bir aslan asla kayışına kavuşun yanı baksın. Olmasın Allah'ın öyle taşlara Allah'ın öğretim soğanları. Şükür kusura yağdırıp oturayım yani. Ol bir sanki şekbeyle alıp Şahan gözden bir salavatta başta yemez. Onu da bir dostlar veremez. Alamamaz. Sarapayıp kanattın. Öldüm bir yerde çıkan anası yakınamıyor. Herkesine koymaz kalıp olsa asıp yerip kılasılığına gidiyor. Bizim o zaman kılıçları onda kabul etsin. Ruhul halkına güven versin. Her yollarının başlarında her daimde amaçlık olsun. Allah'ın sana yamaçlık olmasın. Olsun benim herkesin olsun sana verdiği yetkili. Sende de olsun verdiği yetkili olsun diye altına ezgatırıp altına Allah'ın altına dua okutup Allah'ın Kur'an'ın savabını diye bir marifetine diye varmazsan kılarken her ne kadar kabul olsun. Amin. Mikrofonu da alabilir. Amin. Kadını ağzını her bir isteyen matematikten kanalı yaksak sigara, keyifle sabah koy. Ay Rısbek. Ya benim ana dağaşım geldi mi atışmak pişmek. Oturacağım. Söyledim ha. Жазып алдық дауысында. Өзің айтасың ба өзің? Есқараева дегенді бізге тауып берді. Есқараев деген яба деген бізде пенсияға шыққан жоқ. Сөйтсек ол ана шешесінің фамилиясына жазылған. Романқұлова болып өзінің шешесінің фамилиясын жазуға мәжбүр болған. Айдаған ғой жұрттың бәрін жан жаққа. Сонымен Романқұлова пенсияға шығыпты.
біз міне облысымыздан іздеп зерттеп таба алмай жүрсе, міне ана жиен соның тойын кәдімгі сценарийменен республикада өтетін тойдан артық қылып өткізді. Айналайын, сен бір тілек айт енді мына нағашыларыңа. Үлкен рахмет енді жиен деп маған да сөз беріп не қылып жатыр. Шүкір. Бастарына жағын қосылып, осындай ас жасап кетіп жатқан мен тектеспін, қуаныштымын, осы нағашыларым бар дегендегі кеше сол анамыздың атқа шашалып, бірақ енді бір ағайындар таниды, біледі, анамызға рахмет, әкемізге рахмет, сіздерге рахмет, осындай нағашыларым бар деп мақтанамын. Әрдайым сондай ауызбіршілікте бәрдерін жолдайын. Рахмет. Ой, рахмет. Мынау енді ана микрофонға. Ауылымызда жүз жыраудың ауылы деп айтады. Бір күні мен сендерге былай түсінікті болу үшін айтайын. Ана Мұхтар Шаханов деген ақын келді. Соны мен бір жет алып жүрдім. Самолетпен алып жүрдім, былай алып жүрдім. Тұрмағанбет ауылына барғанда өзі 7 кітабы бар еді. Мұндай биттің қабығындай. Сол 7 кітапты жатқа білетін ол. Тұрмағанбет ауылына барып өлең оқыған кезде жатқа білетін кітабын жатқа білетін адам өлең оқи алмай екі рет ұмытып қалып, ойбай мына жердің аруағы менен күштірек екен, мен жатқа білетін өлеңімді ұмытып қалдым деп саханадан түсіп кетті. Содан кейін бұл ауылда 100 жырау болған, бұл ауылда сондай ауыл деп айтып келатсам, сол бір күні Евгений Евтушенкоға барып айттым дейді. Мынау Тұрмағанбет, Қызылорда облысында Тұрмағанбет деген ауылда 100 жырау, 100 ақын бар екен. Мен соның ортасында болдым, айтып тұрған өлеңімді ұмытып қалдым. Олардың аруағы менен гөрі күштілеу екен. Дегенде сонда Евтушенко айтты дейді, ойбай, ол қандай бай ауыл. Бүкіл Прибалтика тағы басқа жерлерде ондай ақындар жоқ қой деп айтты. Міне, сол ауылдан Мүтәл деген ағамыз жырау болған, Зыбайра деген ағамыздың баласы Мүтәл деген Жәнібек. Біз бір мектепте оқыдық, бізде 3-4 класс жоғары оқыған, ауыл шаруашылығының білгір маманы, қазір зейнет жасында, қазір осында Қызылордаға көшіп кетті, үлкен молда, құда жат адам. Біз Зәке, өзіңіз Зәке міне бір ауыз сөйлеп айтыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нұртөре рахмет мінекей мына келіп сөз беріп сізге не жатқаны айтып жатқаныңа құрметті. Мына бүгін бір жиынға бас қосуға куә болып міне соған қатысып отқанымызға қуанып отырмыз. Мынау баяғыда Совет үкіметінің кезінде райкомды сайлау үшін әр елден, әр сияқты ұйымдардан делегат болатын тұғылды. Сол делегаттар күні бұрын партияның сайлау үшін өздері сияқты ұйымдары жиналыс жасап, орталарынан қимылдарына адам жіберетін еді. Мінекей мен осы күні ойыма келіп отыр, мына кете ұрулары енді бүгін осы сияқты ұйымның бір ұйымы, сондай бір ұйым бүгін жиналыс жасағандай, бас қосқандай болып отыр. Енді жаңа кім айтып жатыр, мына келешекте бүкіл кетелерді жинап, соған бас қосып, соны бір осы дәстүрлерге айналдырсақ деп. Мінекей осы ой бәрімізге де ой салып отыр. Мына қайта ауыру кезінде әгіраз бір жақсы істелінген бұл бір шара болып отыр. Өйткені рухани жаңғыруда. Өйткені біздің де ұруымыз өзіміздің бөлек мемлекет ұруларымыз бар осы. Жаңа Дуан ұруы сияқты, бізде де Кеген ұруы бар. Кекейдің балдары бар, бес Кекейдің. Солардың әрқайсысында да мен ойлаймын, осы ұйымдастырып осындай бір шара өткізу керек екен, ойлап отырмын, Нұрөке. Өйткені бұл бір бастама болды. Бұл бастаманы енді бұл Дуан ағайындар дегенді алдақашандан білеміз. Бұл майлы құлыс деген атақты алып берген осы Әлмембет руындағы осы Дуан ұруы екен. Берекелі болсын, осы күрішке жақтарымыз бірге болсын, бір-біріңізден айырмаңыздар, ерік қолыңыздар. Айта бер. Дидеріміз сау болсын. Әумин. Әр уақытта
Sağ olayım. Amin. Kızılcık'a koşulayıyorsun. Bilgin vakıtın. Allah'ım bayandım. Zahım ben dostum. Amin. Şimdi ağarsın gör. Kıyıcık gün ayağımına 8 kanatıydı oturdu ben. Bilemine. Böyle baktarım bir yatıp attan çıkar. Osu benim şişim oldu, o bir şurasında. Ay mama, her şeyin ayıp. Allah, bundan artık ne de almayız. Kirli, vürli, hakime koşulup, şişime koşulup oturup. Tuğan atama asker batkan buna orpaktara herkese bakıtlı olsun. Amin. Bala şahısının harekatlarını kulağından görsün. Amanşılık olsun. Buna halkta ağız burşak olsun ballarda. Osu yanına pas batkanlar osu umutlasın. Her dostlarında da toy olsun kankalarım. Bala şahıların harekatını görüp olsa jüri veringler. Amanşılık olsun. Ağız burşakla baylanıştı bari. Al endi yergislerden ağız burşakla ayılga baylanıştı. Sonduktan otlarının basına yegi bolup kelgen eskerip kimnin kim ekenin düşünüp süйтіп отыру керек. Мына бір кемпір кетіп бара жатыр ғой демеңдер. Танысаңдар, танымасаңдар да. Иә. Сәлем бергеннің зияны жоқ. Бақытты болыңдар, бәріңе де осы бақыт тілеймін халқаларым. Иә. Бізде бір тұқымдық қой енді айтқанымыз. Келіп аманшылық. Күліп ойнап күліп ойнап қойышта мына құда жолы қалып ардақтарға беріп жатқан балдарымыз өмірлі інілеріміз бауырларымыз бақытты өмірлі осындай жақсылыққа қуанышқа бәріне ортақ жете беріңдер жаным бәріне де қабыл болсын Söylesey de var. Бастап балдарға рахмет дендер сау болсын, денсаулық аспанымыз ашық, аманшылық болсын. Осы ауызбіршілігімізден Құдай айырмасын. Байлық берсін, балдарымыз аман болсын. Бесед апам сөйлесін да? Болды. Жоқ, апам сөйлемейді. Рахмет, мың жарым ғой жоқ, ешкімді бірақ болсын кімікі. Ал, мына Асан бата берсін, Асанға бер. Аман сақтап, өзге иман берсін, тіріге берекет берсін. Мынау, әрқашан осы айтқан айтқа аман есен жете берейік. Ауыз бөлшілік мол болсын, денсаулықтары мықты болсын. Әмин. Алла берсе, ендігі жылы айттың, соңғы күн тағы да өстіп келесің. Кім айтады енді? Фазылхан айтады. Фазылхан бір хабарландырып айтады. Содан кейін батаға дайындаламыз, Құранға дайындаламыз. Барлығы жиналсын. Ағайындар көпшіліктерге бәрі рахмет. Қармақшыдан келіп жатқан, Астан келіп жатқан, Жаһаннан келіп жатқан ағайындарға, туған туысқандарға, інілеріме, келіндеріме рахмет. Бәрі кешеден бері ысықта нанын пісіріп, балын сойып жатқан әулеттердің бәріне рахмет. Бұл жармай ертең ойда мен айтпасын, мен айтып. Екіншіден мына жаңа мен кеше камера жалып, фотограф жалдадым. Жаңа шамалы қандай 5-10 теңге береді, соған беріп қалғандарыңыз. Суретке түсем десеңіздер, 200 теңгеде фотограф бар. Ескерткішке жазылып тұрған. Сыртқа шыққаннан суретке түсіңіздер. Ал ендігі жылы Құдай қаласа осы қайта осы шаңыраққа кездесіп, айттың үшінші күні осыны үрдіске айналайық, бірімізге қатынасайық, бір-біріміздің ауыз мол болсын. Ағайындар осында бір-біріне қатыса берді, келін балдар кеше бір-бірінің телефонын алып алды келіндер. Қазан ошақтың басында жүр. Дастарханда көрінбегендерін айтсын. Дастарханда көрінбегендерін де айтсын деймін осында. Қалған адамдар маған сөз берген жоқ, мен ұтылып қалдым деген адамдар бар ма? Рыба, біздің ғұламамыз, біздің бас имамымыз Құралбек аға. Шеген бауырлар, туыстар, бағана айтты ғой, Әлімбеттің тұқымдары, бәріңізге мынау беріп жатқан
Құдайларың қабыл болсын. Менің айтайын деген мынау өзі барлық адам бірдей емес. Мынау Құдай берген мынау осы жерде тұрған Пазылхан деген інім бар, Асан деген інім бар. Өзім борыштымын. Осыларды жаңағы жас болса да кәтта деймін, осы біздің төрағамыз деймін. Оның Құдай екеуіңде дендері сау болсын. Осыларға айтатын рахметім. Құдай берекесін берсін. Өйткені анау мына адамның қолынан келмейді. Бұл да бір елді басқарып жүрген адамдар сияқты болып тұр. Қаншама халықтың бәрін жинап, екеуі осы бір айдан бері кәдімгі жүгіріп жүр. Айналайындар, сендерге көп рахмет. Бала-шағалардың рахаттарын көрді. Сол болды. Мына бізге не қылмай ана Әсия апам отыр 91-ге келген кешегі Есқарай ағамыздың қызы. Сондықтан сосын Жиенбай жыраудың қызы отыр, Адықапай. Қариды отыр. Сол екі кісі қазір бізге былай бір-екі ауыз тілегін айтсын, сосын біз матамыз жасайық, дұрыс па? Енді біреуі 91-де, 92-ге кетіп баратыр, біреуі 90-ға жақындап жатыр. Сондықтан айтайын деп жатыр. Менде өзім көп сөзі жоқ. Микрофонға жақындасың. Бетен ақылақсы болса, мамандығымда сөзге жоқ. Сондай нәрсе. Апа, микрофон жақындасың. Әнелеріңізге рахметіңізді айтып, мынау жасап атқан нәрсе, үлкен нәрсе қалған. Бұндай, әр жерде жүрген балдар бұндай жасау қиын нәрсе. Міне осындай қиындықты жеңіп, осындай жағдайлар жасап атқан, бәріңе осы рахмет деймін. Мынау ауызбіршілік берсін бәріңе. Осының бәрі ауызбіршіліктің арқасы. Осындай біріктіріп атсындар, бақытты болыңдар. Ауызбіршілік әр кезде кетпесін. Жағдайларың жақсы болсын, бала-шағаларының қызығын ұзағынан көріңдер. Мынау халықты сыйласаң, сендерді Тәңір сыйласын. Аманшылық болып, ауызбіршілік болып, күліп ойнап, күліп қуанышта ағайын бас қоса берсін. Мынау жеткіншек отырған бауырларым манияқтағы бәріне құтты болсын, аман болсын. Рахмет деп жатыр апаларыңе. Жеке таныстырып жатыр ғой. Мына жерде мен бір бауырым қалып қойып жатыр. Бізді таныстырып жатыр. Мұратов Жәнділда деген әкеміз ұста болған, оны танымайтын ешкім жоқ. Сол ұста әкеміздің Қалмақан деген әкеміз болған баласы. Қалмақанның баласы неге Бақытжан. Көбісі тани бермейді жар. Осы қалып қойып жатқасын таныстырып жіберейін деп жатыр. Мінекей. Қалмақанның шаңырағы мінекей. Пойыз соққанмен бөпілдегі соғылмайтын деген әкеміздің баласы. Құрметті ағайын туыстар, бәріңнің мына бірінші айт күнде кездесіп атқандарың құтты болсын. Нұртілеу мына жаңа Асанның менен Пазылхан інілерің осындай мына ар дуандардың үйіне барып, барлығын басын қосып, біз танымайтын ағайын туыстарды кездестіріп жатырмыз, өмірі көрмеген. Мен енді өзімді таныстырайын, мен өзім жаңағы Нұралбек жағынан сөйледі, Сауыттың баласымын, одан інісі Дәуіттің баласымын, жаңағы сөйлеген кәмекің ата берген мен ағам, ар жағында Тұқымбай деген інім бар. Енді біздің әкелерімізде сол жетім жағдайда өскен, сосын ана бірімен-бірі жетім өскен адамдар өзі тату, тәтті болады. Еш нәрсенің бәрін көріп өскен ғой. Сондықтан мынау барлығыңа береке бірліктеріңді берсін. Мынау үш құлыстың бағасын қосып, мынау өзі біздің енді әр тарихымызды айтсақ, мен енді өз Тұрмағамбет ауылында өстім, сол ауылдан жаңа келіп тұрмын, сіздер мына әрбір бізге не бар үлкен адамға, осы аяқтағы ағайындардың бәрі бар ғой деп інілерім, жоқ сіз келмесеңіздер болмайды дегесін, сендерге бір ауыз тілегімді айтайын. Мына Асан, Пазылхан екеуіңе денсаулық берсін. Осы ағайын туысқанды жалғастырып жатқан сендерге отбасыларыңа аманшылық берсін. Бірінші, екінші мына көп көрмеген ағайын мына жаңғыру болып жатыр. Мына жастарды кейінгі жастар бірін-бірі танымай кетеді. Сондықтан мына жеті ата-анадан болмай мына қыз алыспау деген өте бұрыннан келатқан мына тұқымымыздың жақсы өсу үшін сондағы ата-аналарымыз өзі не беріп кеткен. Әр жеті рудың арасы 30 жастан деп есептейді. Сондықтан 210 жылда
210 жылда бір ал не қылып тұруға, онда да сол келісімменен немен ұйғарымен шығарып не қылу керек деген. Сондықтан жаңағы 7 ата дегенде солай түсіңдер. Әр 7 атаның арасы 30 жастан. Сол 7-ге 30-ды көбейтсең қанша болады? 210 жыл болады. Сондай уақытта алысып тұрсаңдар, қандарың жақсы, дендеріңе саулық, барлық миды жақсы жұмыс жасайсыңдар деген есепте мен сондай пиғылды ұстау керек. Мына туыстарды таныстырып, өмір көрмеген дуандарды көріп жатырмыз. Енді осы мына береке бірліктерің берсін, денімізге саулық берсін. Нұртілеу енді сендердің, мына Сержан екеулерің осы Қызылордаға келгендерің, өмірмекте бәрің мына туыстарды жақындатып, бұрын қызмет істедіңдер. Сендерге қарап мына балдар өссін, кейінгі ұрпақты жасап атқан мынау тіршіліктеріңе береке бірлік берсін. Сондықтан мына енді мына інімді де не қылып жатырмын, енді облыста көп жұмыстар істеген ағайынды неден жек жат сот болғасын қашып жүрген. Енді молдашты енді бұл енді мына адамға не қылмайды ғой, мына туысына жағысып кетті деп. Ендігі жерде жұмыстың бәрін өткізіп, мына туыстарыңа ақыл кеңесімді айтып, осылардың балдарының несін ешқандай не жасамай атқан жерде көмегін жасап, бұрын жасамаған көмектерін жасап, осындай тірліктерін жақсара берсін. Денедегі саулық, отбасыларыңа аманшылық берсін. Ағайын өте бір жақсы нәрсе ғой. Атам баласы келіп тұр дейді, кім екен ол, Қайда бар ма? Байқоңырда. Байқоңырда бар ма? Бере ғой, айналайын. Ербошаевтардың ұрпағы Байқоңырдан келіп тұр. Беріп атқан астарыңыз қабыл болсын. Осы Рамазан айында тілеген тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын деп. Өстіп танысып, білісіп атқаныма қуаныштымын. Рахмет. Мынаған тәнті болам. Ең бірінші осыны ұйымдастырып отырған мына Асан мен Фазылханға рахмет. Екінші, мына Қызылордаға мен 7 жыл болды көшіп келгеніме бір дәрігерге көрінуге мүмкіндік жоқ. Партал дейді, мартал дейді, 70-ге келгенде сүмеңдетіп қойған мына өмірбекке көрінем мен, қай жерде жүрсем де. Құдай мені сақтасын. Менің дәрігерім де, Аллам да осы. Сондықтан өмірбек сен бір ауыз айт, дәрігерлердің аттан айналайын. Ал енді құрметті ағайын, бүгін бір кереметтей жақсы бастама басталып жатыр. Нұреке, негізі осындай бастама, осы ой көптен бері ойда жүрген нәрсе. Бәріміздің де ойымызда бар тұр. Жаңа өзіңіз айтқан, біз қалаға кештеу келдік, жұмыс бабына келдік. Анша көп бәрімен араласа алған жоқпыз, таныған жоқпыз, ешқандай біле бермейміз. Мына өте жақсы нәрсе, енді танысып, білісіп араласып жатырмыз. Құда қаласа енді бұдан былай қарай бір-бірімізбен араласып, танысып, жақсылығымызға, қуанышымызға, басқа да жағдайларда осындай қауыша берейік. Ал енді мынау бастама өте орынды, мен айтылған көп әңгімелеріңізді денемін. Ағайыншылық болып араласып, туысқаншылық болып араласып, бір-бірімізді жақсылығы ол да бір нәрсе. Меніңше одан басқа да үлкен алдағы уақытта бағдарламалар бар шығар деп ойлаймын. Сондай үлкен бағдарламаларға жұмыс жасаған дұрыс ойлаймын. Барлық елде осындай жұмыстар болып жатыр. Біз де сондай жұмыс жасайық. Сәндірек жалғап жіберен. Ағайын туысқандар, жаңа бірінші мәселе аяқталды деймін. Екінші мәселе бұл 17 жұма болсын, бүкіл осы Қазақстандағы дәрігерлердің мерекесі. Сондықтан осы бірінші мәселе денсаулық дейді, бәріңіз денсаулық тілеймін. Екінші мәселе ағзалық дейді, мынау өздеріңіздің алаларыңызда қазір балдарыңыз бен келіндеріңіз бәрі келіп отыр. Сондықтан мен үшінші мәселе денсаулық дейді. Мен бүгін бәрі ұйымдастырып отқан ағайындарға, Асан еліме, Фазылхан еліме бәріңізге рахмет. Мінекей, бәріңізге тілек болса, айтта айтылған, оразда айтылған тілектен бәрі баталар бір қабыл болсын. Бәріңіз денсаулық болсын. Дәрігерлер, осы отырған 20% дәрігерлер, мен өміргенімді айтып кетті ғой. Бәріңізге де денсаулық, тағы да денсаулық, тағы да денсаулық. Қай жерде барса да мен 100 сызаңыз деймін. Сондықтан апаларым өте 90 асқан. Әкем жасты келгенде жейді бұның арқасында. Бешетте ойламаңыздар. Тек қана Ербошаевты, Бешетте Ербошаевты 5 баласында ұрпақтар келіп отыр. Қартынан бет, сартынан бет, тілінен бет.
жаңағы не болacak mı? Соты бірге башlayıp, соты бәрімізді ауыз біршіліміз, ынтымағымыз, әріде жалғыз менен көзген болашақ күтірсен, болашағым жарқын болсын, арманымыз аспан болсын, жанымыз осындай жайдарқы болсын, күніміз осындай болсын. Осы айдан айға, жылдан жылға, Рамазан айға, айттан айға орнайды жете береді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ауларыңыз жазып кетіп, бүгінгі тілегі Құдай тілегендерін қабыл болсын. Дәрігерлер жұмыс алсын. Келсін, мына бізден бастап, мына үлкен табақтан бастап табақты алсын. Қазақтың жоралғысы ғой табақ алу деген. Сондықтан келіндер табақ алсын. Мына Қызылордада кейбір жайған дастархандарға барсам табақ алмайды. Батан істеп жібере береді. Өйтпейік біз енді, бұны да келіндер көру керек, үйрену керек. Деуге келіндер балалар. Бата береміз, барлық келіндер бата деуге келіндер. Мына осы дуаны әулеттің келіндері бөлгі жармай ақ қойып Қосақтарымен қосағарындар айналайындар. Бақытты болыңдар. Осы жақта жаңа Руслан деген баламызға қойыпты. Сақи деген ағамыздың баласы. Ол қайда Руслан болып қойып. Руслан қайдасың? Сақи ағамыздың баласы ғой. Айт өзіңді. Кімнің баласы? Өмірзақ сәдуақасын ба? Сақи деп айтайсың. Елібаев па? Елібаев? Ой, айналайын соны. Елібаевтың немересі мынау. Өмірзақ деген ең алғашқы соғыс кезінде автомашина айдаған адам. Соны трансформатор қалып қойып отырған. Кешеден бері осы. Ал енді бата тілейміз, бата. Келдіңдер алып болдыңдар ма? Атқан жоғат. Жүктелу кездесіз Басындағын бермейін деді. Келді. Басында біріншісіне берді ғой ар жағына. Ар жағына берді басына. Құтты болсын Молдабек. Мынау жұғысты болсын енді саған үлкен жауапкершілік жүктеп отыр. Шапанның астарында көп нәрсе бар шырағым. Ал енді бата тілейік. Батаны енді Қонекеңден сұраймыз ғой. Қонекеңден сұраймыз ғой жәке батаны. Мына микрофонда барып бер. Амин. Сөйлей бер. Ал. Бата беріңіз дейді. Ұстап берсе Амин. Амин. Amin. Kalkınamam boş. Amin. Muhtaçlarımam boş. Amin. Bana şahlarımam boş. Ekmeğin kuralına öğretken. Kalkınlarından ben kalkanlar basarına beş. Allah Teala bunu ben böyle koruyup böyle turgan çağday. Şahıstan bildiğin ardından kalkınlara ağaçtan kaçtan yakından kelbastan tuğan tuğsanlarga osunda onu bir ağayını savaştan onu aksına kurtaktaşıp kalkısını taktaşıp tuğasına kaçıp ülkemin bereketi kılıp sabit basınlara bugün halkımızga elbette tuğan ağayınlardan doktorlar çok rahmet. Ortaşlar erdeğinde anam olsun. Yamanlık olmasın. Key kalkan banalarına kızık dövün. Tanım etkilersin ağayın. Yeni Kasım Kadir 90'dan. Aleyde söz yazdı. Her tanrıda herkesin dosyasından geçken Kasım versin. Onu ağıtman artarın dağı kuanç olsun, büyük olsun aynayın. Her yanda kuançka yiyadayıq. Ortaşlarında, orta kısıtabilir. Buna göstereyim. Allah olsaydı olsan, evde orta olsaydı, Allah kâmeti bilir. Oturып жіберіңіз, қатын құрам бәрі отырады.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيها هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالصلوات ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هدى من ربهم أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم نصر الله والفتح ورأيت الناس ينظرون إن الله أخرجهم فسبح بحمدك ربك وسبحه إنك لتواب بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا النوم له ما في السماوات وما في الأرض من يشفع عند الله بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يهديهم للشيء علمه إلهي بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض يهدهم ما في زوجهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر
شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله حمدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم هدينا وفقنا وإله الحق وإله طريق مستقيم ببركة وقتنا القرآن العظيم بقرة بك رسول يا كريم أشرقنا يا كريم أخذنا يا رحيم أخذ لنا ذنوبنا بفوزنا الكرامك الكرم أرحم الرحيم اللهم زد بزينة ختم القرآن شرفنا بشرائط ختم القرآن وغدينا كل بلاء حدنا عذابنا بحرمة ختم القرآن جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم أرزقنا بكلك القرآن خلوة وبكل كلمة وبكل سكرة وبكل حياة وبكل جزء جزاء صلى الله رسول محمد الله أجعل التهيئة التهيرات بارك الله لك القرآن وزمنا فيه بقحين غلبت أصفا والطغى يا الله تعالى وز قدرتني وز قادم نوقا وصاغرغتن صلاحن المنبت بلاصة المنبت روحنا الله وز قدرتني وز قادم من جساغنا لا خابرنا نور جواد امتشت وتنكيشت الله رب حتنا في دينا حسنة أخرنا حسنة قنا غزبين الأمين الله الحمد لله Rabbil Alamin gerekirsin diyorsun, vasıflarını gerekirsin diyorsun. Allah'ım bir vatan hatiyalarını kabul etsin, muratlarını kabul etsin. Allah Teala her kaşında birlik tatlılıkla oynat bölüp Allah arkasında kavuşturmayı nasip etsin. Amin. Sevapmaka aslarında Allah kabul et, muratlarını asıl et, pazarını uzak et, ömürde şöbürlet, dübürlet, Allah uzağına kızığın koyduğunu nasip etsin. Asmanlarında aşık etsin, biyvetçilik zaman etsin, külüp oynap arkasında amaçlığına kavuşturmayı nasip etsin. Келіндері, балдары, бәріктен тұра тұрыңдар, қайтпаңдар. Айтатын бір нелерім бар, еш қайсы қайтпаңыздар. Қонақтар кете бермейдер, рұқсат. Жас келіндер, балдар, інілерім, бауырларым, еш қайсы кетпей тұра тұрыңдар. Сондай хабарласыңдар жаңа, балдарым, бұзауларым келіп атқан жоқ, сенілерім сауалды уақытыңыз. Мен орда еттің қыз. Ал, маған қараңыз барлығыз, маған. Қарам.
Allah